Жамбыл ата өзінің тұрған үйі, 7 жыл тұрған үйі, 1938 жылы Жамбыл атаның ақындық шығармашылығының 75 жылдығы тойланған екен. Сол кезде өзіміздің Қазақстан үкіметі атаға сый ретінде салып берген енді. Болашақта мүмкін музей болады деген оймен салынған деймін, себебі бар жоғы 7 жыл тұрған ол үйде. 1938-1945 жылы. 1945 жылы 22 маусымда ол кісі қайтыс болады. Келер жылы, яғни 1946 жылы 100 жылдығы тойланады. Сол кезде үкіметтің шешімі шыққан екен. Тұрған үйі музей болсын деп. Содан 1947 жылдан енді дайындық жұмыстары жүреді, өтеді. Содан 1947 жылдың 8 тамызынан бастап өзінің алғашқы келушілерін қабылдай бастаған. Жамбыл ата өзі тұрғаннан кейін, жаңағы музей болады делінгеннен кейін ол кісінің киім-кешектері, заттары онша былай жан-жаққа шықпаған екен. Негізінен қалай тұр, сол қалпында сақталып тұр ғой. Жаңағы 12 бөлменің о баста 6 бөлмесі атаның көз тірісінде қандай болса, сол күйінде сақталған дүниелер болған. Енді кейіннен уақыт өте келе кішкене бір бөлмесін қысқартқанда жаңағы басқа экспозиция қойылды да ол жерге. Сонымен қазір ескерткіш бөлмелер сол 5 бөлме ғана. Музейдің әр бұрышы өткеннің ізі, әрбір жәдігер өмірдің сыры. Қабырғадағы суреттердің өзінен тірі тарихтың тынысын түйсінесіз. Мына бір бұрыш ақын домбырасын сүйіп далаға шығып кеткендей әсер қалдырады. Домбырасының шегінен бір әуен сырғып түсіп, ақын рухына айналып, кеңістікте қалқып тұрғандай. Ақын 1846 жылы Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келеді. Тайыр Жароков 1937 жылдың күзінде Москваға бара жатқандағы оқиғаны былай деп есіне алады. Жәкең пойыздың үстінде доңғалақтың бір қалыпты дыбысын тыңдай отырып сыр шерткен. Мен 1846 жылы Шу өзенінің маңындағы Жамбыл деген таудың етегінде қарлы қыста қақаған аязда туыппын. Төбесінде жамбы тектес тасы болғандықтан тау аты Жамбыл аталып кеткен екен. Әйтеуір атанам сол таудың атымен мені Жамбыл атап кетіпті деп әңгімесін аяқтаған екен. Музейде негізгі қор және ғылыми қосалқы қор деп екіге бөлінеді. Негізгі қорда 2900-ге жуық экспонат бар. Экспонат болғанда айтып тұрмын ғой, оның барлығы десек те болады атаның өзінің тірі кезіндегі. Ол жерге қолжазбалары да кіреді, өзінің жеке заттары да кіреді. Сол кезде кітаптар, мысалы Жамбыл атамыздың шығармалары 44 елде 44 тілде аударылған екен. Соның біразы біздің қолымызда бар. 1938 жылдың мен 1945 жылдың аралығында бізде 500-ге жуық хат бар, сақталған. Сол жаңағы 7 жылдың ортасында Жамбыл атаға келген, тікелей өзіне келген хаттар. Ол енді соғыс жылдарында мысалы Ғали Орманов болған екен, Жамбыл атаның қасында, әдеби хатшысы. Жаңағы хаттарды парақтап отырсақ, көбісінің жоғары жағында оқылды, қаралды, көмектесті деген жазулар бар. Жаңағы Ғали Ормановтың қолымен жазылған. Ол осы өлкеде кең тараған қыз бен жігіт айтысынан өзге түре, сүре айтыстың қас шебері атанады. Жылдар өте үздіксіз ізденісте жүретін Жамбылдың аты айтыс өнерінің ең мықты өкілдерінің қатарында атала бастайды. Оның тілі өткір, ойы жүйрік, сөзі салмақты еді. Өлең жырмен ысылған Жамбыл жал құйрығы төгілген жүйріктей арындап, сол кездегі Айкүміс, Бақтыбай, Сарбас, Досмағамбет, Сары, Шашубай, Құланаян, Құлманбет сынды жорға жүйріктерімен айтысқа түсіп бағын сынайды. Ол енді Жетісу өңірінен өзге қырғыздардың ақындық кеңістігіне құлаш ұрады. Балық, Тыныбек, Қалығұл, Найманбай, Қатаған, Арыстанбек, Сағымбек сынды ақын жыраулармен додаға түсіп, сөз өнерінің биігін бірге шарлап, кемелдене түседі. Қырғыздың телегей теңіз поэзиясымен сусындап, әр жырынан тағылым, әр толғауынан терең сыр түйет. Сол рухани арналар оның ақындық болмысын байытып, өнерін жаңа белеске көтереді. Жамбылдың ақындық қуатын, суырып салма шеберлігін айқын танытқан ең ірі айтыстарының бірі Құлманбетпен болған әйгілі айтысы. Бұл тек екі ақынның сөз сайысы емес, тұтас бір дәуірдің рухани айнасы,
халықтың мұңы мен арманын арқалаған өнер додасы еді. Құлманбет өз заманының атақты, тәжірибелі, дәулетті тобының сөзін сөйлейтін, айтыста талай қарсыласын жеңген айбарлы ақын. Ал Жамбыл халықтың ішінен шыққан, шындықты ту еткен жас ақын. Оның қаруы әділ сөз, жүрекке жетер шындық. Сол кезде айтыс жай ғана сөз жарысы емес, екі түрлі көзқарастың қақтығысына айналады. Бір жағында үстем таптың паңдығы, екінші жағында халықтың үні. Жамбылдың үні барған сайын асқақтап, оның сөзі тыңдаушының жүрегіне от тастайды. Оның тапқырлығы, ұтқыр теңеулері, уытты әзілі Құлманбетті тығырыққа тірейді. Жамбылдың шындыққа суарылған өткір жыры Құлманбеттің мысын басып, Жамбылдың мерейі үстем болады. Бұл Жамбылдың тек ақын ретінде емес, халықтың сөзін сөйлеген қайраткер ретінде танылған кез еді. 1881 жылы Жамбыл атамыз Құлманбет ақынмен айтысқан. Енді ол кезде ақынның жасы 35 жаста болған, ең қомақты айтыстарының бірі болған. Құлманбет енді 1881 жыл Іле өзенінің бойында үлкен бір жаңағыдай жиын болады. Сол жиында Жамбыл Құлманбет осы отырған тұсында 9 ақынды жеңеді. 9 ақынды жеңіп, жеңілген ақындардың домбырасын керегесіне іліп отырған. Енді Жамбылды шақыртыңдар деп, сол жас ақынды шақыртыңдар, Жамбылмен айтысам дейді. Жамбылды шақыртқан кезде Жамбыл атамыз келіп, сол айтысында ол кісі Құлманбет сол өзінің руынан шыққан бай манаптарды мақтай бастайды. Сол кезде сөз кезегі Жамбылға келген кезде былай деп қайырған екен: адамдықтайды, ерліктайды, батырлықтайды, ел бірлігін сақтаған татулықтайды. Қарынбайдай сараңдар толып жатыр, оны мақтамай әуре болмай жөніңе қайт деп. Жамбыл атамыз айтқан кезде осы айтысты тамашалап тұрған дүйім жұрт Жамбыл жеңді деп өз дауысын Жамбылға береді. Сол кезде сол 9 ақынды жеңіп, енді жас ақыннан жеңілген Құлманбетке ауыр тиеді. Қолындағы отырған домбырасын қағып отырып, домбырасының шегін үзіп алады. Сол кезде Жамбылдан жеңілген жаңағыдай мойындаған екен. Енді бұл сол Құлманбет пен Жамбыл атамыздың айтысын ең алғаш Сәкен Сейфуллин жазып алған екен, ақынның өз аузынан. Одан кейін осы суретті 1952 жылы Флорова мен Мартова деген суретшілер салып музейге сыйға берген. Бұл кезде Ресей отаршылдары бір жағынан, Қоқан хандығы екінші жағынан жергілікті жандайшаптар қазақ халқын әлеуметтік саяси қыспаққа алған кез еді. Осы ел арасындағы жағдайды жаны сергек, санасы өрелі Жамбыл өзінің ақындық шыншылдығымен жырға қосады. Қазан төңкерісінен кейінгі елдің саяси әлеуметтік өмірі де ақын назарынан тыс қалмайды. Оның туған елім толғауы 1936 жылы жарық көріп, орыс тіліне аударылған нұсқасы Правда газетінде жарияланады. Жамбыл атамыздың өзінің 1913 жылы мен 1925 жылғы екі фотосуреті бар. Екі ақ фотосурет. Онан кейін одан былай қарта 1932-34 жылдан бастап сол өмірдің соңына шейін түскен фотосуреттер. Фотосуреттер, фотодокументальды фильмдер бар. Сонан кейін даже негативтерге шейін бар да бізде. Әлі күнге шейін сол кездегі нелердің несі сақталғаны. Енді қазіргілер қарап отырсақ, мына залдағы тұрғандардың барлығы сол ол кездегі сол жаңағы өлшемі 9-да 8, 7-де 9 сондай ғана болғанда, мен айтам да, сапалылығын айтам да, сол одан бері міне 80 жылдан аса уақыт өтсе де, әлі сол қалпында сақталып тұр. Ал енді қазіргі фотолармен салыстырсақ, аралары жер мен көктей түрлі түсті болса да, бірақ сол кездегінің сапасының кереметтігі соншалық әлі күнге шейін сақталып тұр. Осындай бір сәтте ұлы ақынның жырын тыңдау бақыты көрнекті қаламгер Леонид Соболевке бұйырады. Жамбылдың көкірек түкпірінен төгілген жыр бірде асқақтап, бірде мұңға батырады. Алғашында жай ғана тыңдаушы болып отырған Соболев уақыт өте, ол жырдың ағысына ілесіп, өзін мүлде басқа рухани кеңістікте жүргендей сезінеді. Таңға жуық жыр толастаса да, оның әсері сейілмейді. Сол кезде Соболев Жамбылдың алдында бас иіп, оны 20 ғасырдың Гомері деп бағалайды. Жамбыл өз халқының ғана емес, адамзаттың ортақ жырын жырлаған алып тұлға болатын. Жамбыл Өтеген батыр, Шахнаме, Көрғұлы, Сұраншы батыр, Шахмардан сынды әйгілі дастандарды, қырғыздың атақты эпостық жыры
Манасты жатқа білген. Бұл қазақ өнерінің совет дәуіріндегі алғашқы қарлығаштарының самғай қанат қаққан кезеді. Сол майталмандар арасынан Жамбыл мен Күләш есімі шырқай биікке көтерілді. 1936 жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің Мәскеудегі 10 күндігі қазақ халқының рухани өміріндегі аса маңызды тарихи оқиға болатын. Осы салтанатты мерекенің шымылдығын ашқан халық ақыны Жамбылдың өзі еді. Мерекеде Жамбыл қазақ халқының тағдырын, оның мәдениеті мен өнерінің тамырын айшықтап, бүгінгі жетістіктерін мақтанышпен жырға қосты. Осылайша ұлы ақынның жырымен басталған 10 күндік қазақ мәдениетінің мерейін үстем етіп, оның даңқын әлемге паш етті. Бұл оқиға Жамбыл ақынның есімін биікке көтерген ұлы кезең болып тарихта қалды. Неге шықсын домбыра жаңадан шек тақпаса, таққаннан не пайда бабыменен қақпаса, қорғағудан не пайда әнменен күй таппаса, көркемөнер жас бөбек бүлдіршін болмас бақпаса, өпілдеген қызыл шоқ басына кү тақпаса, бөбектер келер өсім тал еркелетіп баптаса. Жамбыл осы маңызды шарадан кейін еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. Оның шығармалары әлемнің 40-тан аса тіліне аударылады. Мәселен, француз жазушысы Ромен Роллан Жамбыл поэзиясын жоғары бағалап, оны халықтың тірі дауысы деп атаса, дат жазушысы Мартин Андерсен Некседе Жамбылдың суырып салма ақындығына тәнті болып, оның жырларын халық даналының көрінісі деп сипаттайды. Ол сөзді қару етті, жырды ту етті. Сол себепті де оның даңқы тек өнермен емес, шындықты тайсалмай айтқан батылдығымен биіктеді. Атындағы қаланың бесігінде тел өскен балаларым жараным. Қалқандандар құртыңдар, фашист тобын қайырып, жал тартпастан жауыздың шабыңдары басын айырып. Ұлы Отан соғысында ақын жырлары жаңа биікке көтеріліп, халықты жігерлендіретін рухани күшке айналды. 1941 жылдың қыркүйегінде Ленинград жаудың қоршауында қалады. Байланыс үзілген, көмек жоқ, халық аш-жалаңаш, азапты 900 күн қала жау бақылауында. Қыс айларында аштық пен суықтан әлсіреген адамдар көшеде құлап, сол жерде жан тапсырып жатты. Сол адам төзгісіз қиын кезеңде біреулер Жамбылдың Ленинградтық өренім атты өлеңін қаланың барлық көшелеріне, қоршауларына іліп кетеді. Келген жауды түйіліп, жеңген едің бұрында, жау сүйегі үйіліп, қалған өзен қырыңда. Тірек болған еліме, туым едің сен алғаш, Ленинградтың төріне жау аяғын сала алмас. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің, Ленинградтың ол қызы қайыспаңдар дер едім. Қайсарлық пен үміттің жырын қала халқы жадында сақтап, жаттап алады. Өлең әрбір адамның кеудесінде үміт пен өмір отын маздатып, сөніп қалған тіршілік қуаты қайта оянады. Адамға, қалаға жан бітеді. Бұл туындының құндылығы оның тарихи миссиясымен өлшенеді. 1945 жылдың шуақты көктемінде адамзат аңсаған ұлы жеңіске қол жеткізді. Ғасыр жасаған Жамбылдың жүрегі сол қуанышқа толып елмен бірге шаттанады. Ол 1945 жылдың 22 маусымында өмірден өтті. Бірақ ұлы ақын жеңісті өз көзімен көрді. Оның өмірінің
соңғы жылдарындағы өлеңдері мен толғаулары ақындық қуатының шарықтау шегі, елдің, отанның тарихымен астасқан баға жетпес рухани мұра ретінде бағаланды. Жамбыл қара өлеңнің қасиетті қазығы, ұлт рухының асқақ үні. Ол әр қазақтың жүрегінде, домбыраның қоңыр үнінде, ұрпақтардың санасында өзінің мәңгілік жырымен өмір сүріп келеді. Жамбыл өз дәуіріндегі күрделі өзгерістер мен сын сағаттарда халықтың мұңын мұңдады, жоғын жоқтады, ел рухын асқақтатты. Ақын жырлары домбыраның үні күмбірлеген қазақтың сайын даласында мәңгі жасай берері сөзсіз.